Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Баршаңызға сәлем. Алдарыңызда мен доктор Рамадан. Қазір міне алтын күз мезгілі. Әрине күз мезгілінде де әртүрлі жоғары тыныс жолының аурулары, мысалға тамақтың қабынуы, кеңірдекшенің қабынуы, бадамшаның әртүрлі қабынулары сияқты жоғары тыныс жолының аурулары көп кездеседі. Оның ішінде жұқпалы тұмау да бар. Осындай жағдайларда сіздерге бір шөп дәріні таныстырғым келіп отыр, емдеуге арналған. Бұл енді жаңағы жоғарыдағы қабынулар көбінесе вирустық қабыну болады, ішінде кейбір жағдайларда бактериялық қабынуда кездесуі мүмкін. Мына шөптің атауы қасбояу тамыры, бұның қасиеті суық райлы болып келеді. Осы әртүрлі жоғары тыныс жолының қабынуын емдеуге қолданылады. Құрамында биологиялық сілті, алюмин қышқылдары бай. Сол қасиетіне негізделе отырып, осы шөп дәріден 15-20 грамм күніне бір рет қайнатып ішу керек суға. Ауырмаңыздар.